Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша дара және күрделі сан есім тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Тарау аты ғарышқа саяхат. Бүгінгі оқу мақсатымыз: тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Дескрипторы: тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп, соған сүйеніп мазмұнын айтамыз. Сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратамыз. Оқулығымыздың 99-шы бетіндегі 54-ші жаттығуға қараңдар. Мәтінді тыңда. Бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп атайды. Көктемгі теңесу 22-ші наурызға, ұлыстың ұлы күніне дөп келеді. Ал күзгі теңесу 23-ші қыркүйекке сәйкес келеді. Күн мен түннің көктемгі теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді. Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап табиғат та, жер-ана да, жануарлар да түлейді, жаңғырады екен. Балдырған журналынан. Ендеше балалар, мәтіннен сан есімдерді тауып сұрақ қойыңдар. Және 2 және 22 сан есімдерін салыстыр. Әрқайсысында сөз саны бірдей ме? Осы сұраққа жауап ретінде мына бейнежазбаны қараңдар. Міне қызық. Қандай қызық? Аланаға, маған да оқып беріңізші. Әлемдегі ең ұзын өзен Мысырдағы Ніл өзенінің ұзындығы 6675 шақырым екен. Қызық екен. Қандай ұзын өзен, қандай ұзақ сөз. Ал жер бетіндегі ең биік тау тізбегі Гималайдың орташа биіктігі 7620 метр болады екен. Иә, биік тау екен. 7620 деген сөз де ұзын екен. Дана, таудың биік екендігі дұрыс. Ал 7620 деген сөздің ұзын екендігі қате. Неге? Қазір түсіндірем. 7620 деген сөзге сұрақ қойшы. Қанша? Неше? Дұрыс. Қанша? Неше сұрақтарына жауап беріп, заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Заттың санын білдірсе, сан есім ғой. Дұрыс. Сан есім сөздер екі түрлі болады. Дара деген жалғыз ғой. Иә, дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 саны 10 және 1 сөздерінен құралған, яғни 2 сөзден құралған. 12 саны 10 және 2 сөздерінен құралған ғой. Дұрыс. 111 саны 100, содан кейін 10 және 1 сөздерінен құралған. Яғни, бұл күрделі сан есім 3 сөзден құралған. 555 саны 5, 100, 50,
және 5 сөздерінен құралған. Яғни бұл күрделі сан есім 4 сөзден құралған. Дұрыс. Яғни, күрделі сан есім 2 немесе одан да көп саннан құралады. Ал күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Түсіндім. Міне балалар, біз дара және күрделі сан есім туралы білдік. Ендеше оқулығымыздың 100-ші бетіндегі 56-шы жаттығуға қараңдар. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз. Олардың дара немесе күрделі екенін дәлелдеңдер. Бізге берілген сан есімдер, есептер. 7, 9, 11, 27, 189, 620 сандары берілген. Енді осыны жазбаша түрінде жазамыз. Жеті, 9, 11, 27, 189, 620. Енді осыларды дара сан есімді бір сызықпен, күрделі сан есімді екі сызықпен сызып ажыратамыз. Осы тақырыбымызды қорытындылау мақсатында үй тапсырмасы. 59-шы жаттығу, 100-ші бет. Мәтінді оқып, сан есімдерді сөзбен көшіріп жаз. Және де дара сан есімнің астын 1, күрделі сан есімнің астын 2 рет сыз. Осы үй тапсырмасы ретінде кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.